Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен су, ұн және тұзбен ғана, осы үш ингредиенттен ғана дайындалатын шелпек пісіреміз. Бұл рецепт үйде басқа ингредиенттер болмаған кезде таптырмас рецепт болып табылады. Мені әрдайым осы рецепт құтқарады. Кейде таңертең басқа ингредиенттер болмаған кезде дүкенге жүгіріп жатпай, осы рецепт бойынша илеп пісіріп жіберем жеті шелпекті. Бұл өте оңай, жылдам жасалатын рецепт. Енді жылы суымызға тұзымызды салып, жақсылап тұрып араластыра отырып ертіп аламыз да, оның үстіне былайынан ұнымызды аз-аздан қоса отырып араластырамыз. Соңына қарай қолымызбен шелпегіміздің қамырын илейміз. Қамыр өте жұп-жұмсақ болып илену керек. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай өте жұп-жұмсақ қамыр болып шықты. Енді осыны пакетикке салып 10 минутқа қоя тұрамыз. 10 минут өткеннен кейін қамырымызды жақсылап тұрып тағы да бір илеп аламыз да, оны қажет бөліктерімізге бөлеміз. Мен мысалға 7-ге бөлемін. Әр апта сайын, жұма сайын осылайынан шелпек пісіріп отырам. Әртүрлі рецепттерді пайдаланып пісіре берем. Мына рецепт менде бюджеттік рецепт болып саналады. Кейде үйде ингредиенттер жоқ болып қалған жағдайда тез-тез жасап пісіріп жіберем. Мінекей енді осылайынан әр шелпегімізді жайып шығамыз. Қалыңдығы міне қатты қалыңда емес, қатты жұқада емес қылып осындай қалыңдықта жайып аламыз да, қызып тұрған таваға салып, шанышқылардың көмегімен бірден тез-тез айналдырып, бір 5-6 рет айналдырамыз да, келесі бетіне қарай ауыстырамыз. Қатты көп қуырудың қажеті жоқ. Бұл шелпек өзі әппақ болып піседі. Былайынан қарағанда лавашқа ұқсайтын болып піседі. Өстіп 5-6 рет айналдырғаннан кейін бірден шелпегімізді аламыз да, оны майын жақсылап тұрып сорғытып аламыз, достар. Майын жақсылап тұрып сорғытқаннан кейін оны салфеткаға қойып, тағы да майын алып тастауға болады. Майы әбден алып тастаған кезде бұл шелпек өте жақсы болып шығады. Лаваш сияқты жұп-жұмсақ, өте дәмді, керемет шелпек болып шығады. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, міне жұп-жұмсақ шелпек. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.